Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз білім алушылардың ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қайтып келу өтінімі негізінде пәндерді қайта есептеу. Ол үшін білім алушыларға қызмет көрсету орталығынан қызметтерге өтінімдер түрін таңдаймыз. Яғни білім алушыларға қызмет көрсету орталығында білім алушыда ішкі немесе сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша қайтып келу өтініші орындалғаннан кейін білім алушыға автоматты түрде пәндерді қайта есептеу өтінімі құрастырылатын болады. Яғни егер де біз өтінімнің мәртебесі сақталды мәртебесін таңдайтын болсақ, бізде білім алушыға автоматты түрде академиялық ұтқырлық бойынша қайтып келуге сәйкес пәндерді қайта есептеу өтініші автоматты түрде құрастырылатын болады. Бұл өтінімді біз қызметкер атынан немесе білім алушы атынан қарастыруымызға болады. Егер де білім алушы атынан қарастыратын болсақ, жүйеге білім алушының атынан кіреміз. Мәселелерден жеке кабинет бөлімін таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде білім алушыға өтініштің құрастырылғанын көруімізге болады. Яғни ішкі шығыс академиялық ұтқырлық бойынша қайтып келуге сәйкес пәндерді қайта есептеу және де мәртебесі сақталды мәртебесінде. Ары қарай өтінімді жіберу үшін біз өтінімді таңдаймыз. Келесі өтінім бойынша мәліметтер бөліміндегі ақпараттарды толтырамыз, яғни қай тілде құжат үлгісін аламыз және де бұл бөлімде білім алушыға шығыс академиялық ұтқырлық бойынша қайтып келу өтініші бойынша қызметтің жасалғанын және де білім алушыға қайтып келу туралы бұйрықтың жасалғандығы туралы ақпаратты көруімізге болады. Ары қарай өтінімді жіберу үшін өтініммен танысқандығымыз және келісім береміз. Келесі сақтаймыз және де өтінімді беру батырмасын таңдау арқылы өтінімді жібереміз. Келесі білім алушының өтінімін қызметкер атынан қабылдаймыз. Яғни мәртебесі бөлімінде бізде ұсынылды мәртебесімен келесі білім алушымызды таңдаймыз, қызметкерді тағайындаймыз және де өтінімді қабылдаймыз. Келесі біз келесі ақпараттарды көруімізге болады. Яғни пәндерді салыстыру, шығу, яғни бұл бөлімде білім алушының академиялық ұтқырлық бойынша кету, яғни оқуға кету өтінімде салыстырылған пәндерді көруімізге болады. Келесі пәндерді салыстыру, қайту, яғни қайтып келгендегі пәндер қалай салыстырылды. Келесі біз келісу парағы бөліміндегі барлық қызметкерлер келісім жасағаннан кейін өтінішіміздің түрі аяқталды мәртебесіне өзгергенін көруімізге болады. Пәндерді салыстыру қайту бөлімінде қалай келісім жасалынғанын көруімізге болады. Және де бұл дайын құжатты білім алушыға жіберу үшін құжаттарды беру бөлімінде өтініш берушіге мән таңдау арқылы қызметімізді аяқтаймыз. Және де академиялық ұтқырлық бойынша қайтып келуге сәйкес пәндерді салыстыру бөліміндегі қайта есептелінетін бөліміндегі пәндер білім алушылардың транскриптіне бағасы автоматты түрде қойылатын болады. Яғни ол үшін мәзірден транскрипт бөліміне өтетін болсақ, біздің қайта есептелу пәндері, яғни пәнімізді таңдауымызға болады. Және де білім алушымыздың транскриптін қарайтын болсақ, яғни транскриптке біз өтінімізде қайта есептелінетін пәндерді белгіледік және де сол пәндеріміз бізде білім алушыларда транскриптіне автоматты түрде көшірілгенін көруімізге болады. Осындай ретпен ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша қайтып келуге сәйкес пәндерді қайта есептеу жүргізіледі. Келесі берілетін құжат бөлімінде біз құжатымызды қарайтын болсақ, құжат келесі түрде бейнеленеді. Яғни бұл бөлімде білім алушының оқу жоспарының негізіндегі пәндері және де академиялық ұтқырлық бойынша игерілген пәндерін көруімізге болады. Төменгі бөлімде білім алушыға қатысты барлық ақпараттар, яғни қандай жоғары оқу орнына, қандай бағдарламамен кеткені туралы ақпараттарды көре алатын боламыз. Осындай ретпен қайта есептеулер орындалатын болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.